Сабағымыздың жалғасы мұхит бөліктері. Бірінші теңіз. Теңіз дегеніміз суының қасиетімен, жануар дүниесімен ерекшеленетін мұхиттың бөлігі. Теңіздің екі түрі бар: ішкі және сыртқы теңіздер. Ішкі теңіздерге Қара теңіз, Жерорта теңізі, Қызыл теңіз, Азов, Балтық және Мәрмәр теңіздер жатады. Яғни материктің ішкі бөлігіне сұғына орналасқан теңіздер. Екінші, сыртқы теңіздер. Материк жағалауындағы теңіздер, мысалға Баренц, Карл, Лаптевтер теңіздері. Кейінгі кезде аралдар аралығы және жағалауы жоқ мұхит теңіздер деп те бөлініп жатыр. Аралдар аралығындағы теңіздерге Банда теңізі, Фиджи, Сулавеси теңіздері жатады. Жағалауы жоқ теңіздерге немесе мұхит ішіндегі теңіздерге Саргас және Фиджи теңізі жатады. Келесі бөлігі шығанақ. Шығанақ дегеніміз құрлыққа сұғына орналасқан мұхиттың теңіздің бөлігі. Мысалы, Гудзон, Мексика, Бискай, Бенгал, Парсы, Аден шығанағы. Келесі бөлігі бұғаз. Бұғаз дегеніміз екі су айдынын қосып жатқан немесе екі құрлықты бөліп жатқан енсіз су айдыны.